қайырлы күн. Келдік біз отелімізге. Мираж Батонг. Біздің номер 8-ші этажда. Так. Чемоданды алып номерге келдік. Номердің іші осында. Бірақ та біздің номерде балкон жоқ. Негізінде бізге номерда балкон бар деп айтылған. Бірақ та біз келген кезде сіздердің номерларыңызда балкон жоқ. Балконға доплата жасайсыздар деді. Доплата балконға бір күні 200 бат екен. Біз есептесек 10 күнге 25 мың теңге болған себептен біз алмадық. Бұл біздің терезеден сыртқа көрініс қалаға, Батонг қаласына. Так, номердің ішінде осындай стол, айна бар. Біз Үміт екеуміздің кроватымыз бір жақсы бөлек-бөлек екен. Мына жерде бізде шифонер. Шифонердің ішінде мини-холодильник бар екен, сейф бар бізде. Ең бастысы киім ілетін жері бар екен. Осындай телевизоры бар. Так, номердің іші үлкен емес, шағын. Мына жерде душевая кабинка. Қазір тексереміз суын. Бұл жерде айна. Осылайша көрінеді номер. Мынау шыға беріс есік. Үміт бір жаққа асығып баратыр, маған тез-тез. Қазір Үміт екеуміз баратырмыз. Вау. Біз бассейнге келдік, бассейнге. Біздің отельде осы 8-ші этажында, төбеде крышада осындай көрініс. Мына жерде қараңыздар. Бізде бассейн бар. Шағын бассейн. Мына жерінде душеваясы бар. Жоғарға көтерілеміз. Ең жоғарысында өстіп загар алуға болады. Бассейн уақыты жұмыс істейтін азанғы 9-дан кешкі сағат 7-ге дейін. Бассейн үлкен емес, шағын. Міне осы бассейннің бейнесі. Бірақ суы таза. Үміт, қайырлы таң. Завтракқа келді. Вау! Картофель, тушеная капуста. Үмітте рис. Курицамен. Ана жерде не тұр ма? Куриный ала бер, олар жеуге болады ғой. Овощи бар. Натуральный. Жұмыртқа дайындайды. Омлеттің 2 түрі бар. Бұл жерде фрукты оларда. Бүгін фруктыда ананас, папайя бар, банан. Осы жерде бойлер тұрады. Бойлерда кішкентай чайникта кофе, молоко бар. Үміт екеуміз бәрін алып алдық. Кофе, овощи, фрукты, панкейки, десерты, курица, куриные сосиски, сок, омлет. Бәрін жиып алдық. Қазір шамамен түскі ас уақыты. Біздің отельдің сол жағында орналасқан 5 минуттық жердегі Банзан базарына бара жатырмыз. Ол жерде күндіз сыртта жұмыс жасамайды, тек ішінде тамақтануға болады. Большой? Большой вкусно. Да? Да. Маленький не вкусный? Маленький вкусно, большой вкусно. Рошан, не алатын болдық? Есете бассыңдар ма? Is it? And it's big. Big, no have. Just have some more. One. Okay. Сонымен 600 бат болды ма? О, нормально. Ақшасы кіргетті, неге жемейсің? Дәмді ғой. А что, не
иә, жұмыртқасы бар ішінде. Массаж іздеп. Келатырмын. О, қыздар ең маза массаж салон тапты. Массажный салон. Осы массаждардың бағалары. Массажный салонға келдік. Аяқ киімімізді шешіп. Осындай. Салонның іші салқын. Массаждың ішіне. Ендігі мақсатымыз ол Патонг бич, Патонг пляжы. Бұл Патонг қаласының күндізгі көрінісі. Негізі күндіз көп жүрмеуге тырысу керек, өйткені кеп кетуіміз мүмкін. Осы көше арқылы қазір Патонг қаласының ең әйгілі көшесі Банглар-роуд көшесіне жетеміз. Алдымызда Банглар-роуд көшесі, ол Патонг қаласының түнгі туризм орталығы. Осы көше арқылы қазір пляжға жетеміз. Негізі кейбір отзывтарда ауласы лас, суы кір деп жазылған. Өз көзіммен көрдім. Ауласы таза, суы көгілдір, суы жылы, құм сарғыш, өзіме ұнады. Пляждың инфраструктурасы жақсы дамыған, жағажайға жақын маңдарда кафелер, ресторандар, магазиндер орналасқан. Пляждың өзінде шезлонг зонттар бар. 2 шезлонг бір зонттың бағасы 200 бар бір күнге. Ол теңгеге аударғанда 2600 теңге. Бір зонттың өзін арендаға алатын болсаңыз 100 бат. Тағы да айта кетерлік, осындай водный спорт түрлері бар, скутер, парашют, бірақ ақылы түрде. Қазір отельге барып, киімімізді ауыстырып, кешкі асқа дайындаламыз. Кешкі асқа бара жатырмыз. Бір жақсысы біздің отельдің тура жанында орналасқан. Қазір Банзан базарына тағы да барамыз. Міне кешкі Банзан базары осылай көрінеді. Давай чуть-чуть, мама. Почему, мама? Келатырмын. Так, коктейль добавляем. Процесс басталды. Длинный қазір манго шоколад береді. Осы жерден устрица заказ бердік. 3 штугы 100 бат тұрады. Қазір бізге дайындап жатыр устрицаны. Ал енді дәмін көріңдер. Үміт жеп көрсем, осына қалатын шығар дәмі. Ракушки де көр, ана лобстер де көр дәмін.
Кейде спа процесі жүріп жатыр. Майда балықтар мен аквариумдегі бағасы 100 бат. Таиландқа летний киім алмай ақ қойса да болады екен ғой, осы жерден алуға болады. Бәрі бар. Үміт, сумканы қаншаға алдың? 150 бат. Қанша деп тұрды? 250. Саудаласқанды жақсы көретін я өздері. Жақсылап саудаласып өсіп алып алдық. 250-ге сумкасын 150-ге. Пхукет аралының түнгі туристік орталығы Бангородқа келдік. Біздің ойымыздан шыққан ең керемет жақсы жанды музыкалық барларының бірі. Қазір біз Нью-Йорк барына бара жатырмыз. Түнгі Патонг пляжынан шағын бейне көрініс. Негізі бүгінгі мақсат бойынша осы Патонг қаласына кішкене серуендеп, сосын Соня тур агентствосын тауып, ол жерден Пхи аралына саяхатқа билет алу. Үміт, саған турецкий кафе точно саған ұнайтын шығар осы жердің тамағы. Бұл мүсінде Таиланд мемлекетінің ең ерекше басты символдары бейнеленген. Қанша тұрады екен? 200 бат. 200. Соняға келдік. Турагентствоға. Осы жерде арзан олады. Басқа жеріне қарағанда. Пхи аралына бір адамға бағасы 1500 батқа сатып алдық. Таиланд мемлекетінің тағы да бір ерекше символы бұл тук-тук такси, музыкальный такси. Патонгтың ішінде 200 бат, Патонгтың жанындағы аралдарға 400 батқа дейін апарады. Саяхатымыз осылай жалғасын табуда. Тағы да бір айта кетерлік, бұл ең тиімді супермаркет Патонгтағы 7-Eleven жанында осындай автоматтар орналасқан. Осылай бүгінге қойған пландарымыздың бәрін орындадық, массажға бардық, экскурсия Пхи аралына сатып алдық. Ертеңге дайындаламыз, қазір отельге келдік қайтадан. Пхукет аралындағы керемет саяхатымыз әлі жалғасуда. Пхи аралында көріскенше.